Сәлеметсіңдер ме балалар? Біздің бүгінгі сабағымызға сендер жақсы дайындықпен келді деп ойлаймын. Оқу құралдарыңды, дәптерлеріңді ашықтыңдар, барлығың. Енді бүгінгі сабаққа жақсы, белсенді, өздерінің білімдеріңді көрсетіп, ерекше бір белсенділікпен қатысады деген ойдамын. Ал балалар, біздің бүгінгі сабағымыз қазақ тілі пәнінен, әлемдегі ірі кітапханалар бөлімінен, ғимараты ерекше кітапханалар деген сабағымыздың тақырыбы. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдарын бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. Үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдана білу. Ал балалар, қараңдаршы, біз өткен сабақта біз осы кітапханалар туралы, ежелгі кітапханалар туралы, кітапханалардың түрлері туралы, кітапханашысыз кітапхана туралы тақырыптар өткенбіз. Сол өткен тақырыптар бойынша жолына тақтада берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: әлемдегі алғашқы кітапхана қашан пайда болды? Аянат. Әлемдегі алғашқы кітапхана 8000 жыл бұрын пайда болды. Жарайсың, Аянат. Ежелгі Египеттегі кітапханалар қайда сақталған? Аружан. Ежелгі Египеттегі кітапханалар ғибадатханаларда сақталған. Жақсы, Аружан. Үшінші сұраққа назар аударыңдар. Әлемдегі алғашқы кітапсыз кітапхана туралы не білесіңдер? Техастың Сан-Антонио қаласында Библиотеш атты кітапсыз кітапхана электронды түрде өткізілді. Ол әлемдегі ең бірінші кітапхана болды. Жарайсың, Сәния. Келесі сұрақ балалар. Енді бұл үстеу дегеніміз қандай сөз табы? Үстеу дегеніміз қандай сөз табы? Асылай. Қимыс әрекеттің екенін, мезгілін, мөлшерін, себеп салдарын бейнесін білдіретін сөз табы үстеу деп аталады. Өте жақсы, Асылай. Келесі сұраққа назар аударыңдар балалар. Үстеудің мағыналық түрлерін кім атап жібереді? Аяжан, атай қойшы. Үстеу мағынасына қарай мезгіл, мекен, себеп салдар, күшейткіш, мақсат, мөлшер, сын қимыл үстеуі болып жетіге бөлінеді. Өте жақсы. Келесі сұрақ: үстеулер құрамына қарай неше топқа бөлінеді? Ал Шолпан. Үстеу құрамына қарай екіге бөлінеді. Олар дара және күрделі. Жарайсың, Шолпан. Балалар, сендер өткен тақырыптар бойынша сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер, жарайсыңдар балалар. Келесі. Балалар, біз бүгін жаңа сабағымызды өтпес бұрын мына видеоға назар аударыңдаршы. Жақсылап осы видеоны мұқият тыңдаңдар. Ал әлемде қандай ерекше кітапханалар бар екен? Бассейн ортасында орналасқан Александрия кітапханасы Мысырдың негізгі мәдени орталығы. Ғимарат диаметрі 160 метрді құрайтын дөңгелек шыны сағатқа ұқсайды. Ал кітап сақтау қоры жер астында. Сөреден тұрған кітаптар деп ойлап қалдыңыз ба? Жоқ. Бұл ақш-тың Канзас қаласында орналасқан кітапхана ғимараты. Алып кітаптардың биіктігі 8, ал ені 2 метрді құрайды. Уильям Шекспир, Марк Твен секілді классиктердің туындылары бар бұл сөреде. Кітапхана жыл сайын 2,5 миллионға жуық оқырманға қызмет көрсетеді. 45 мың ағаш бұтағынан жасалған кітапхана. Қытай сәулетшілер жасаған Юань кітапханасынан орындық, десе де оның орнында 7 мыңға жуық оқулық жинақталған. Қаладан тыс жерде орналасқан кітапхана қуат көзінің болмауына байланысты 16 жылға дейін ғана жұмыс істейді. Осыншама кітаптың ортасында отырсаңыз, басыңыз айналар ме? Бұл шведтік Стокгольм кітапханасы. Ғасырға жуық тарихы бар бұл кітапханадан алғаш рет ашық сөрелер қағидасы қолданылған, яғни оқырман қажетті оқулығын өзі таңдап алатын болды. Өзге ғаламшарлықтар емес, кәдімгі кітап сүйер жандар бұл ғимараттың ішінде. Италиядағы Сандро Пен кітапханасының дизайны осындай ерекше.
тыңдадыңдар, иә? Назар қойып мұқият тыңдадыңдар деген ойдамын. Ал енді келесі тапсырма, сендерде осы бейне жазбаны тыңдағаннан кейін сендерге мен сендердің алдарына жаңа суреттер бердім. Сендер мынау пазл әдісі бойынша суреттерді сөйлетесіңдер. Бұл жерде осы берілген суреттерді құрастырған суреттеріне екі сөйлеммен құрайсыңдар. Ал алдарында берілген суреттерді жұптық жұмыс. Сондықтан екі адам бірігіп, мына суреттерді құрастырып жіберіңдер. Құрастырған суреттеріне сөйлем құраңдар. Міндетті түрде оның құрамында не болсын? Үстеу. Үстеудің мағыналы түрлері болсын, иә? Ал балалар, бұдан жұмыс жасайық, бұдан жатайық. Жаза жылдан жазылады. Ал Сания бірінші батадан берді. Ал бұл қандай кітапхана екен? Дұрыс, бұл Эль университетінің кітапханасы сөйлеп шыққан екен. Ал осы кітапхана туралы қандай сөйлем құрадың? Бұл кітапханада аса сирек кездесетін кітапханалар мен көне жазбалар бар. Эль университеті 1712 жылы қаланған. Оның ішінде үстеу аса, ол үстеудің ішіндегі Мағыналық түріне қарай күшек үстеу. Жақсы, отыралым. Келесі. Ал Аслай, сендер болдыңдар ма? Аслайдың жұбының Ванкувер 9 қабатты параллелепипед тәрізді өте тамаша ғимарат. Мұнда әр жастағы адамдарға арналған ойынның алаңдары бар. Бұның ішінде үстеу өте мағыналық жағына қарай күшек үстеу. Дұрыс, жақсы, жарайсыңдар. Келесі. Аянат. Америкалық Джей Уолтердің Ричфилдегі үйі ең үлкен лабиринт тәрізді кітапхана. Бұл жердегі үстеу ең, ол күшейткіш. Келесі. Жәнияның жұбы. Сиэтл кітапханасы әйнек пен болаттан жасалған өте тамаша ғимараттың бірі. Мұнда 1,5 миллионнан астам кітаптар бар. Сендерді Сиэтл кітапханасы туралы екен. Бұл жерде үстеу қайсысы? Бұл жерде Өте. Мағынасына қарай өте деген қандай үстеуге жатады? Кім айтып береді? Кербай. Ал Біржан, өте деген қандай? Күшейткіш үстеу. Жақсы. Келесі, Аяжан. Гезер атындағы кітапхана Сан-Диегодағы Калифорния университетіне қарайтын әлемдегі ең әдемі кітапхананың бірі. Бұл жерде үстеу ең. Мағыналық түріне қарай күшейткіш. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі, Біржан. Джемс кітапханасының шатыры табиғи көгалмен көмкерілген. Жазда күнге қыздырынып кітап оқуға болады. Бұл жерде үстеу жазда. Мағыналық түрі мезгіл үстеу. Мезгіл үстеу. Өте жақсы. Жақсы балалар. Дұрыс. Сендер мына сурет әдісі бойынша пазл әдісі арқылы сурет құрастырып, сол құрастырған суреттердің бойынша екі немесе кейбіреулерін бір сөйлеммен құрадыңдар. Құрастырған сөйлемдердің ішінде не болды? Үстеудің мағыналық түріне қарай анықтаңдар кездескен үстеулерді. Ал келесі тапсырма. Балалар, сендер қазір мына берілген үстеулердің мағыналық түрлерін синонимдік қатарын табыңдар. Сендер бұл ауызша іске асады, сондықтан ауызша орындаймыз. Бірінші, бұл жерде аса деген үстеу берілді. Үстеудің синонимдік қатарын табасыңдар және мағыналық түріне.
үстеудің мағыналық түрі 7 тобы бар ғой, соған қарай анықтайсыңдар. Аса деген үстеу қай синоним қатары қандай? Ал Ақылбек айтып қойшы. Аса синоним қатары тым мағыналық түрлеріне күшейткіштеу. Күшейткіштеу. Дұрыс па балалар? Иә. Келесі тез-тез. Тез-тез. Ал Аржан? Тез-тез синоним қатары жылдам, мағыналық түрлері сыңғылы. Даусымызды көтеріп сөйлейміз. Иә, синоним қатары жылдам дейді, мағыналық түрі қандай деді? Сын қимыл үстеуі деді. Келесі жақсы. Келесі мұншалық. Мұншалық. Ал Айбын? Синонимді қатары соншалық, мағыналық түрі мөлшерсіз. Дұрыс па? Айбынның жауабы. Дұрыс, иә? Дұрыс мөлшерсіз. Келесі үстеу қасақана. Қасақана. Кім жауап береді? Ал Айжан? Синонимді қатары әдейі, мағыналық түрлері себеп салдар. Себеп салдар. Дұрыс. Келесі ала жаздай. Ал Жасұлан жауап береді. Синонимдер қатары жаздығына мағыналығы мезгіл үстеу. Мезгіл үстеу. Жақсы, Жасұлан. Келесі үстеуіміз амалсыздан. Жылдан жауап береміз. Аянат. Амалсыздар бұл синоним қатары шарасыздар, мағыналық түрі Дұрыс па? Кім айтады? Қазір дұрыс жауабымен салыстырамыз. Себеп салдар үстеу дейді, Фатима. Келесі соңында. Ал Шолпан. соңында синоним қатары артында мағыналық түрі мақсат мекен істеу. Дұрыс, соңында артында мағыналық түрі мекен үстеу дейді. Ал енді балалар, сендер айтқан дұрыс жауабымен салыстырып көрейікші. Кім дұрыс емес жауап берді? Аянат, амалсыздар деген сөздің үстеудің шарасыздар деген синоним қатарын дұрыстапты дағы мағыналық түрін не істеді? Шатастырды. Оны кім дұрыстады? Фатима. Жарайсың, Фатима. Дұрыс. Келесі тапсырма балалар, бұл 3-ші тапсырма сендер, бұл жерде жұптық жұмыс сендерге. Қазір мен сендерге мәтін таратып беремін. Бұл тақтадағы мәтін тұр. Осы мәтінді оқи отырып. Енді балалар, осы мәтінді сендер не істейсіңдер? Оқисыңдар. Мына мәтінді берілген. Мәтіндегі тірек 5 сөзді анықтайсыңдар. Мәтінге тірек болып тұрған 5 сөзді табасыңдар. Содан кейін барып, бұл мәтіндегі ортақ идея осы тақырып бойынша нені меңзеп тұр? Айтайын деген ой не? Мәтіннің соны анықтайсыңдар. Сонымен қатар тағы да үстеудің мағыналық түріне қарай түрлерін табамыз. Ал тапсырма түсінікті болса, жылдан орындаймыз. Ал балалар, дайынбыз ба? Бірінші кім 5 сөзді табады? Мәтінге тірек болып тұрған 5 тірек сөзді кім табады? Ал бірінші сөзді кім тапты? Ал Айжан? Телефон будкасы. Телефон будкасы. Дұрыс айтасың. Келесі Аслай? Қалашық тұрғындары. Қалашық тұрғындары. Біржан? Кітапхана. Кітапхана. Ал Аянат? Ең кішкентай кітапхана. Ең кішкентай кітапхана. Күні түні. Күні түні. Иә, мейлі. Дұрыс. Келесі, енді бұл жерде осы тапсырмада ортақ идея не? Нені айтқысы келіп тұр бұл жерде? Не туралы айтылып тұр? Ал Аянат айта қойшы. Бұл мәтінде дүниежүзіндегі ең кішкентай кітапхана туралы айтқысы келеді. Автор бұл жерде дүниежүзінде ең кішкентай кітапхана бар екен. Ол қай қалада орналасқан, не? Оның телефон будкасында орналасқандығы туралы автор бізге айтқысы келіп тұр екен. Келесі,
Мәтіндегі үстеулер кім табады? Мәтінде қандай үстеулер бар ма, жоқ па? Жасұлан, қандай үстеу бар? Күні түні, жақсы. Сәния, қандай үстеу бар тағы? Кішкентай. Қандай? Ең кішкентай. Ең кішкентай дегенде бұл ең. Келесі, Ақылбек қандай үстеу тұр? Телефон шыққасы. Дұрыс па бала? Дұрыс емес. Ал, және Кей кездері. кей кезде, ойлан Ақылбек, кей кездері. Ал, Айнат, Түнде. түнде. Келесі, Ақжан, бірде. Дұрыс. Дұрыс таптыңдар балалар. Жақсы балалар. Жарайсыңдар, сабаққа қатысқан, жақсы жауап берген балалар. Ақылбек, сен кішкене үстеудің мағыналық түрі туралы үйден ережелерді оқы. Ал келесі тапсырма. Балалар, екі сабағымыздың бекіту қорыту жұмыстарына келсек, біз еркін жазба әдісі бойынша жаңағы оқылған, мынау тыңдалған мәтіндер бар ғой. Сол оқылым және тыңдалым мәтініндегі негізгі ойға қатысты сөйлемдерді қатыстыра отырып, ерекше кітапхана тақырыбында жинақы мәтін жазып жіберіңдер. Ол жазған жинақы мәтіндердің ішіне үстеудің мағыналық түрін қатыстырыңдар. Міндетті түрде сөздің мағыналық түрі болсын. Жинақы шағын ғана 5 сөйлемнен тұратын жинақы шағын мәтін жазып жіберсеңдер де болады. Сендерге ол үшін тірек сөздер беріп қойдым. Ол тірек сөздерге назар аударыңдаршы. Міне, әлемдегі қызықты, ғимараты ерекше кітапхана, кітапхана түрлері, дүние жүзіндегі кітапхана, кітап оқу, қызықты дерек, ең кішкентай кітапхана деген. Осы тірек сөздерді пайдалана отырып шағын мәтін жазамыз. Жылдам. Бес сөйлемнен тұратын 4-5 сөйлем болса да жетеді. Тек сөздерді негізге алып отырады. Басымызды көтеріп отырамыз. Ал балалар, кімнің мәтінін дайын? Ал, Айжан, оқи қойшы, жылдам. Солт Лейк Сити қаласындағы көпшілікке арналған кітапхана әлемдегі ең әдемі кітапханалардың бірі болып табылады. Телефон будкасынан орнатылған кітапхана дүние жүзіндегі ең кішкентай кітапхана тәулігіне 24 сағат жылына 365 күн тынбай жұмыс жасайды. Көлемі 330 шаршы метр лабиринт тәрізді құрылған кітапхана ішінде 50-нен астам кітап қоры бар. Ал енді осы жерде үстеу бар ма ішінде? Ең әдемі, ең кішкентай. Ең деген үстеу екен. Ол дұрыс, жақсы, жарайсың, отыра ғой. Келесі, кім оқиды? Аслай. Әлемдегі ең әдемі кітапхана Гезель атындағы кітапхана болып саналады. Бұл кітапханада өте қызықты кітаптар бар. Ғимараты ерекше кітапхана ақш-тың Сиэтл қаласындағы 26 филиалы бар Сиэтл кітапханасы. Әлемдегі ең кішкентай кітапхана телефон будкасында орналасқан. Дүние жүзіндегі ерекше кітапханалар 7 топқа бөлінеді. Оның ішінде үстеулер ең және өзі. Жарайсың, өте тамаша. Келесі, Біржан. Әлемдегі ең кішкентай кітапхана Англияда орналасқан. Жер шарында ғимараты ерекше кітапханалар бар. Адамдар кітапханаға үздіксіз келіп кітап оқиды. Кітаптар туралы неше түрлі қызық деректер көп. Қазір заманауи түрде кітапхана түрлері бар. Отыра ғой, үстеу бар ма бұл жерде? Бұның ішінде ең Отыра ғой. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Қалған оқушылардың да мен дәптерлерімді жинау барысында жазған мәтіндерімді тексеріп, бағаларды қоямын. Сондықтан да енді балалар, біз бүгінгі сабағымыз жалпы кітапхана туралы, әлемдегі ерекше кітапхана,
кітапханасының ғимараты ерекше кітапханалар туралы білдік. Енді сендер бүгінгі сабақта мынау шығу билеті арқылы бүгін не білдіңдер? Тағы не білгіңіз келеді? Қандай бағытта сіздерге көмек керек? Соны толтырып жіберіңдер жылдам. Ал. Ал балалар толтырып болсаңдар, енді үйге тапсырмаға күнделіктеріңді ашып, үйге тапсырмаға назар аударып, күнделіктеріңе жазып алыңдар. Үстеулерді қатыстыра отырып, кітап білім бұлағы тақырыбында эссе жазып беріңдер келесі сабаққа. Жақсы балалар, бүгінгі сабаққа жақсы қатысқан Асылай, Аружан, Аянар, Біржан, Аяжан өте жақсы қатысты. Жәния, Сәния, Шолпан, Ақылбек, Жасұлан, Айбын бұл оқушыларда жақсы қатысты. Рахмет сендерге балалар.